Қытайлық хакерлер Қазақстанның маңызды IT инфрақұрылымдарын бақылағанын білесіз бе? Бұл бір жыл бұрын болған оқиға. Кейін осы үшін Қазақтелеком жауапкершілікке тартылды. Бірақ жыл сайын біздің үкімет интернет қауіпсіздігін қытайлық Huawei компаниясына тапсырып, миллиондаған долларға келісімшарт жасайды. Мен сіздің цифрлық деректеріңізге қауіп төніп тұрған жоқ па? Асықпай отырып жайғасыңыз, қазір талдап айтып берем. Осыдан 3 жыл бұрын 2022 жылдың қазанында сол кездегі цифрлық даму министрі Бағдат Мусин Huawei Technologies Қазақстан басшысы Чао Сюймен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Huawei компаниясы 24 жыл қатарынан елімізге заманауи технологияларды енгізіп келеді. Қараңыз, шарт бойынша қытайлық компания Қазақстанның ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымын нығайту керек, инновациялық шешімдер мен технологияларды енгізу керек, хакерлік шабуылдардан да қорғау керек. Бірақ меморандумға қол қойылған жылы хакерлер энергетика министрлігіне тиесілі 10 мыңнан аса құжаттар мен ішкі материалдарды қолға түсірген. Осы тұста мен сізде сұрақ туындайды. Үкімет келісімге қол қойған Huawei неге жұмыс істемеді? Қараңыз, хакерлер қолда қойған құжаттардың ішінде министрліктің жоспарлары, баяндамалары мен онда жұмыс істеген қызметкерлердің жеке деректері бар. Алайда біздің үкімет ештеңеге қарамастан 2020 жылы қытайлық компаниямен жаңа келісімшарт жасасты. 2023 жылда еліміздегі азаматтардың цифрлық құқықтары бұзылған жағдайлар аз болмады. Мемлекеттік техникалық қызмет компаниясы жеке деректердің тарап кетуіне байланысты оқиғалар санының артқанын хабарлады. Дәл сол жылдың мамыр айында Huawei Technologies Қазақстан мен Қазақтелекомға қарасты Division Z арасында 1 миллион ақш долларға келісімшарт жасалған. Ең маңыздысы, бұл келісімшарт конкурссыз, яғни бір көзден сатып алу әдісімен жүзеге асырылған. Келісім 2024 жылдың 3 мамырына дейін деп көрсетілген. Сол жылы қазақстандықтар мобильді интернеттің ақауларына шағымданған еді. Біздің интернетті пайдалануға деген цифрлық құқығымыздың бұзылуына қарамастан, үкімет келісімді қайта созды. 2024 жылдың мамыр айында Huawei компаниясымен келісімшарт 2025 жылдың ортасына дейін ұзартылған. Келісім мәні мен сомасы өзгеріссіз қалды. Айтпақшы, келісім жасалғаннан бір ай өткесін меморандумға министр ретінде қол қойған Бағдат Мусин Қазақтелеком басшысы ретінде тағайындалды. Экс-министр Бағдат Мусин Қазақтелеком басқарма басшысы болып тағайындалды. Жаңа келісімге миллион доллар жұмсалса да, интернетіміз хакерлерден қорғалмады. Осы кезеңде қытайлық хакерлік топ Қазақстанның маңызды IT инфрақұрылымдарын бақылаған. Сондай-ақ GitHub ресурсында қазақстандықтардың жеке деректер тарап кеткен еді. Кейін Қазақтелеком мен Эйр Астана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 2024 жылдың шілдесінде қазақстандықтардың жеке деректері тағы да қолды болды. Telegram мессенджерінде Bridge Forums атты хакерлер форумындағы деректер базасы желіде тарап кеткен еді. Оның ішінде Шәкәрім университетінің студенттері мен түлектерінің деректері бар. Қараңыз, біз жиі қолданатын мына сайттардағы қолданушылардың да ақпараттары қолды болған. Келісімшарт мұнымен бітпеді. Сіздерге Қазақтелеком мен еншілес екі компанияның келісімі туралы қысқаша ақпарат ұсынайын. Алғашқысы Kcell мен актив операторы келетін Kcell акционерлік қоғамы. Бұл ұйыммен қытайлық компания 200 миллион және 22 миллион теңге келісімдер жасаған. Екіншісі Теле2 алтел операторларына жауап беретін Mobile Telecom Service жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл компаниямен де екі келісім жасалған. 70 миллион теңгеге техникалық қолдау көрсету қызмет жасалады, ал ең ірі шарт, яғни 4 миллиард 400 миллион теңгелік келісімге сәйкес Huawei Теле2 желісіндегі құрылыс және жаңғырту жұмыстарын жүргізуге міндетті. Осылайша меморандумға 2022 жылы қол қойылғаннан бері Huawei мен жалпы сомасы 5 миллиард 700 миллион теңгелік астам келісімшарттар жасалған. Бірақ жеке деректеріміз жыл сайын әртүрлі хакерлердің қолына өтіп кетіп жатыр. Бұл туралы цифрлық құқықтар коалициясының мүшесі Данила Бектұрғанов қытайлық техникаларға деген сенім мәселесінде сұрақтардың көп екенін айтты. Негізгі қауіп тек қытайлық техниканың өзінде емес, интернетті басқаруға қатысты қытайлық тәсілдерде жатыр. Құқықтарды бақылауды басымдық ретінде қабылдасақ, тек қана Қытайға деректердің кетуі ғана емес, сонымен қатар Қытай үлгісі бойынша цифрлық концлагер құру қаупі туындайды. Сондай-ақ Данила Бектұрғанов келісімдердің бір көзден сатып алу әдісі жемқорлыққа себеп болуы мүмкін екенін сөз етті. Мәселенің шешімі ретінде құрылымдық, инфрақұрылымдық цифрлық жабдық бір өндірушінің өнімінен 25% аспауы керек деген ереже енгізуді ұсынды. Кейінгі жылдары қазақстандықтардың жеке деректері хакерлердің қолына түсіп, желілерге тарап жатқан жағдайларды көрсеттік. Дегенмен еліміздегі интернеттің қауіпсіздігіне және оны таратуға жауап беретін Қазақтелеком қытайлық Huawei компаниясымен келісімді жыл сайын созып жатыр. Сіз бұл туралы қалай ойлайсыз? Пікіріңізді жаза салыңыз, лайк басыңыз, видеоны тарата салыңыз. Жеке деректеріңізге абай болыңыз.